Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы аптечкалар, олардың түрлері, конструкциялары, қолдану бойынша олардың құрамы. Сабақтың мақсаты заманауи аптечкалар туралы білім алуға түсініктеме және мүмкіндік беру. Науқастарға алғашқы медициналық көмек көрсету барысында аурулардың сипатына және жарақаттарға байланысты дәрілерді дұрыс қолдануды үйрету. Жоспар. Кіріспе негізгі бөлім. Негізгі бөлімде қарастыратын мәселелеріміз дәрілік аптечкалар және олардың қолданылуы бойынша құрамы, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер. Кіріспе. Аптечка алғашқы жәрдем жинағы. Алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жасалған таңу материалдар мен медициналық құрал саймандар жиынтығы. Дәрілік заттар мен медициналық көмек көрсету үшін дәрілерді қамтитын аптечкалар жинақтарының құрамы мен көлемі, күтілетін жағдайларға, аурулардың сипатына және жарақаттарға байланысты, сонымен қатар көмекке мұқтаж адамдардың санына қарай өзгереді. Дәрі-дәрмектің шыны құтыларының зақымдануын болдырмау үшін аптечкалар қатты қабырғалары бар жағдайда болуы тиіс. Аптечканы іздестіру жағдайларында олардың өздерінің айрықша белгілері болуы қажет. Яғни, ақ фонда қызыл крест түрінде, ақ фонда жасыл крест түрінде. Дәрігерлік аптечкалар негізінен төмендегі тізімнен тұрады. Қан тоқтату және жаралар емдеуге арналған материалдар мен құралдар, пластырлер, жгуттер, хирургиялық қолғаптар, қайшылар, пинцеттер, жасанды желдету үшін маска. Сонымен қатар төмендегідей медикаменттерден тұрады. Антисептиктер, аналгетиктер, жалпы жағдайдағы антибиотиктер, нитроглицериндер, антигистаминдер, спазмолитикалық препараттар, бор қышқылы және медициналық инструменттер. Дәрілік аптечкалар мақсаты бойынша әртүрлі болады. Мысалы, әуедегі, жеке тұлғаға, үйде, автокөлікте, мектепте, жаңа туған нәресте үшін анафилактикалық шокта қолданылатын болып. Аптечкалар әртүрлі жиынтығы белгілі бір ережелер бойынша орындалады. Дәрілік препараттардың атаулары мен мақсатына сай болуы қажет. Тізімде көрсетілген дәрілік заттардың атауларының орнына олардың аналогтарын қолдануға рұқсат етілмейді. Сонымен қатар дәрілік заттарды қолданар алдында олардың жарамдылық мерзіміне назар аудару қажет. Дәрілік аптечкаларды сақтау. Дәрі-дәрмектің әрбір түрі үшін сақтау шарттарын жақсы білу қажет. Сақтау шарттары төмен температура, ылғалды температура және бөлме температурасында болып ішке жүктеледі. Төмен температура бұл 2-8 градус арасында. Ылғал температура 8-15 градус арасында және бөлме температурасы 15 градустан 25 градусқа дейін болады. Кейбір дәрілік заттар күннен қорғалған жерде сақталуы тиіс болады. Ол кезде ол дәрілік заттар қоңыр түсті флаконда, шкафтарда, күн түспейтін жерде сақталады. Үйге арналған аптечкалардың құрамы. Жараларды емдеуге арналған компоненттер: мақта, иод, зеленг, калий перманганаты, қабынуға қарсы майлар, күйіктер үшін қолданылатын препараттар. Жүрек қызметін қамтамасыз ететін карвалол, валидол, нитроглицериндер. Суық тиюде қолданылатын препараттар: ыстық түсіруші препараттар, вирусқа қарсы препараттар, антибиотиктер және витаминдер. Үйге арналған аптечкалардың сақтау шарттарын келесі видеодан қараңыздар. Үй жағдайындағы дәрілеріңіз біздікіндей болып тұрса, міндетті түрде ретке келтіріңіз. Бірінші, дәрілік заттардың жарамдылығын жылына кем дегенде 2 рет тексеріңіз, сұрыптаңыз. Бос плейстерлерден құтылу көп орынды алмайды. Барлығы да перфект болғанын қаласаңыз, осындай органайзер алып салсаңыз болады, немесе қолдан коробкадан жасауға болады. Себебі дәрілерді вертикально орналастыру ол дәрілердің қандай дәрі екенін қолдануға да ыңғайлы. Группа бойынша орналастырып, балалардың қолы жетпейтін жерде 25 градустан аспайтын температурада сақтаңыз. Автомобильге арналған аптечкалардың құрамында резинке жгуттар, стерильді емес бинттер,
гемостатикалық майлықтар, одан кейін йод, дәке, нитроглицерин, жасанды желдету үшін түтіктер және түрлі көлемдегі шприцтар болуы керек. Жаңа туған нәресте үшін аптечкалар объектілерінің 4 негізгі түрін қарастырады. Гигиеналық құралдар, тері және кіндік кабельді емдеу үшін дезинфекциялаушы агенттер, арнайы рәсімдерге арналған құралдар, балаға алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі-дәрмектер. Жаңа туған нәресте үшін аптечкалардың құрамы төмендегідей болады. Спирт, зеленка, мақта, шектегі көлікке арналған препараттар, дене, су, ауа үшін термометрлер, балаға арналған сабын, майлар, мұрынның кептелуіне арналған тамшылар, антиаллергиялық препараттар, шприцтер, аспираторлар. Мектептегі аптечканың құрамы: микробқа қарсы препараттар, гигиеналық майлықтар, стерилді таңу құралдары, медициналық қолғаптар, маскалар, медициналық йод, спирт, термометрлер, жараны емдеуші мазь, күйіп қалу жағдайдағы арнайы пластирлер мен аэрозольдерден тұрады. Анафилактикалық шокта қолданатын аптечканың құрамында қан тамырларын тарылтуға, қан қысымын төмендетуге, асқазанның және бронхтың бұлшықеттерін босаңсуға көмектесетін адреналин, дене химиялық процестерді баяулататын және иммундық жүйені ажырататын димедрол және натрий хлориді болады. Натрий хлориді адам организмін сусызданудан қорғайды. Преднизолон және эуфилин қолданылады. Эуфилинді науқастың жасына қарай дозасын маман анықтайды. Сабақты қорытындылай келе, жалпы әр салада немесе әр ортада қолданылатын аптечкалардың құрамы олардың қолданылуына байланысты әртүрлі болатынын білдік. Яғни жаңа туған сәбилерге арналған аптечканың құрамы басқаша болып келсе, әуе борттарында қан қысымының өзгеруіне байланысты қолданылатын препараттар қолданылады. Және аптечканың құрамында препараттар шыны орауышта орналасқан немесе сынатын заттар бар болса, аптечканың қабырғалары қатты болуы шарт. Назарларыңызға рахмет.